Соңғы кезде Айғақ, 31 арна және әлеуметтік желілерде тарап кеткен жалған ақпаратқа айта кетеріміз бар. Мәселен, сол жерде көрсетілген ескі ғимараттар Кеңес одағынан қалған ғимараттар. Ондай ғимараттардың өкінішке орай елімізде тек қана ауылда емес, қалада да аз емес екенін білесіздер. Бірақ жалған ақпарат деп отырғанымыз, сол жерде көрсетілген біздің қойманың суреті бар. Иә, ол қойма сондай жағдайда бізге ауысып келген. Бірақ қазіргі таңда ол қойманы ұжым жөндеп, шатырын жауып, тесіктерін бітеп, бидай сақтайтын қойма қылып қолданып отыр. Қалған ғимараттарды жел, су, ұрлықтан сақтау үшін шатырларын жауып, жаңа қоршау соғып қойғанымыз бар. Суреттерден көрсеңіз болады. Ол қоршаулар, ол шатырлар Кеңес одағынан қалған шатырлар емес, жаңадан осы жақында соғылған. Екіншіден, сол жерде айтылып жатқан 100-ден астам мал түлік кімнен өткен екен? 93 жылы Кеңес одағы тараған болса, шаруа қожалығы 2000 жылдары құрылған. Сол 93-тен 2000 жылға дейін кім сол мал түлікті сақтап бізге өткізген екен? Ол қандай ондай нәрсеге құжат түгілі адам сенетін әңгіме емес.